Бүгін бізде Манарбекен шағын мектебінде Еркетай шағын орталығында қызымыз екеуміз шебер әке, өнерлі ана, еңбекқор бала тақырыбында осындай жастықшалар жасадық. Бұл жастықшаларды біз қызымыздың қалауы бойынша жүрекше жастық пішінде жасадық. Оған біз қошқар мүйізді оюды ойып салдық. Келесі жастықшамыз төртбұрышты жастықша. Бұған ешқандай ою өрнек салынған жоқ. Бұған қазір әдемілеп ойып саламыз. Қызым, сен қазір осы жастықшаға әдемілеп осы андай жұмсақ губканы салып безендіре бер, толтыра бер, жарай ма? Бұл бізге жастықша үлкен көлемді болу үшін керек. Ал қызым, жұмысыңа сәттілік. Енді маған керегі осындай қызыл мата аламыз. Бұл қызыл матаны әдемілеп екі қабаттаймыз. Бұған қазір оюды ойып саламыз. Енді оюды ойып алдық. Осы ойығымызды әдемілеп қайшымен ойып қиямыз. Ой, қызым, сен жылдам салып қойдың ғой, әдемілеп толтырып. Мінеки ойығымызды әдемілеп ойып дайындап жатырмыз. Енді бұл қазір мына жерде ашып қойдық қой, арнайы. Қазір осыны әдемілеп тігіп қоямыз. Өйткені ішіндегі салған губкаларымыз шашылып қалмауы керек. Енді бізге қазір мінеки оюымызды ойып дайындадық. Енді осы матамызға әдемілеп оюымызды жапсырып, көктеп, әдемілеп тігеміз. Ал қызым, сен осы оюдың екі жақ шетіне, төрт бұрышына әдемі оюды таңдай бер. Қандай түсті ою таңдайсың, қызым? Ақ түсті оюды, жеті төрт бұрышына әдемілеп орналастыра бер, жарай ма, қызым? Мінеки осылайынан орналастырамыз, е? Оюлар өте әдемі, е, қызым? Мінеки менде де әдемілеп көктеп тігіп жатырмын. Менің қызымның билегісі келіп отыр. Әдемі киге, қызым. Міне біздің қызым, қарашы, осы біздің отырған жеріміздің өзі қазақи әдемі ою өрнектермен өрнектелген, е, қызым? Мінеки әдемілеп оюымызды тігіп дайындаймыз. Ал енді қызым, сен жастықшаларды не істейсің? Қайда қолданамыз жастықшаларды біз? Белімізге қойып қоямыз, сабақ оқығанда, неткенде. Мінеки біздің оюымыз дайын болды. Ал қызымның жасаған жұмысымыз бағалап кетіңіздер.